Бұған дейін филиал жауын-шашын мөлшерінің, қардағы су қорының, топырақтың күзгі ылғалдану көрсеткіштерінің мөлшерден артық болуын атап айтқан болатын. Сондықтан біздің Шығыс Қазақстан облысы жаңағы жоғарғы су тасқынының жоғарғы қаупі болатын аумақтардың біріне кірген. Бүгінгі таңда Шығыс Қазақстан облысының аумағында қар жамылғысында ең көп су қоры Марқакөл ауданында 432 мм, Алтай ауданында 202 мм, Глубокой ауданында 138 мм-ге жетіп отыр. Ағымдағы жылы топырақтың күзгі ылғалдылығының көрсеткіштері Алтай және Самар аудандарында көп жылдық мөлшерден артық деп айтылған. Және биік таулы өңірлердегі қар өлшеуіш маршруттарының мәліметі бойынша биылғы жылы бізде көп жылдық орташа мәннен 1,5-2 есеге арта көп қар мөлшері түсті.